Сәлем достар, бүгін сіздерге киндер контейнерлері мен танымдылық ойындардың тағы бір түрін көрсететін боламыз. Бұл шу шығаратын ойындар деп аталады. Ойын дыбыс сезгіштігін сөйлеуді дамытуға ықпал етеді. Ол үшін бізге киндер контейнерлері мен әртүрлі толықтырғыш заттар керек. Мен қарақұмық, бұршақ, күріш және қант ұнтақтарын пайдаландым. Контейнерлерді толықтырғыштармен толтырып аламыз. Бұл ойынды ыдыстар арқылы да жасауға болады. Дауыс ұғымдарын бекіту үшін әртүрлі ыдыстар арқылы жасалған дыбыстарды салыстыруға болады. Дыбыстарға өз атауларын таңдауға тырысыңыз. Ойынның көмегімен дыбыстарды салыстырып, шулы, тыныш, дауысты, жай, қатты ұғымдармен таныстыруға болады. Ана тілімізде осындай қызықты видеоларды көргіңіз келсе, лүпіл басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.